үлкен тақырыпқа тарауға кірісеміз. Сонымен шешендік өнер жазып қояйық. Шешендік сөз, дәстүр мен жаңашылдық. Шешендік сөзге қойылатын талаптар, шешендік өнердің тарихы. Жазып алыңыздар. Енді жалпы шешен адамның бойындағы қасиеттер, үйрену жолдарын нақты дәлелдермен түсіндіріп, бүгінгі сабақта шешенге қойылатын талаптар негізін, сол Грециядан негізін қалаушы Марк Туллий Цицерон. Ол шешендік өнер туралы былай дейді: шешеннің тағдыры мемлекет тағдырымен төркіндес. Адамзат баласының даналық мәйіттерін толық меңгерген, әрі сөздің таңғажайып қуатын өткір сезінген шешен дам тұғырына көтеріледі, көптің құрметіне бөленеді және мемлекетке бақыт әпереді, жақсылыққа кеңейтеді дейді. Яғни Марк Туллий Цицерон. Ал жалпы қазақ тілінде осы сөз мәдениетіне, тіл мәдениетіне үлкен үлес қосып, кітап жазып жүрген, оқулық жазып жүрген бірден-бір профессорымыз бұл Мәулен Балақаев. Ол Мәулен Балақаев шешендік сөз дейді, сөз мәдениетінің жоғары формасы деген екен. Ал шешендік сөздің түрлеріне келетін болсақ, қарай беріңіздер, айтып қоса беріңіздер. Яғни шешендік сөздің түрлері бұл не? Шешен тілі баяндама, шешендік толғау, шешен әңгіме, шешен құттықтау сөз, немесе діни сөздер. Қарапайым ғана осының ішіндестер. Шешендік жаңағы сөздерді естіп жүрген боларсыздар. Кім қандай шешендік сөздер біледі? Кім қандай шешендік сөздер біледі? Шешен адамдарды білесіздер ме? Естіген боларсыздар, да? Кезінде жиренше шешен айтып еді. Солай ма? Дұрыс айтасыздар. Төле би айтып еді. Бала би деп айтып жатыр мына жақта. Аяз би, Әйтеке би, Қазбек би, Қаз дауысты Қазбек бидің айтқандарымыз деген әңгімелерді естіп жүрген болар. Не екен? Ғылым екен. Жалпы шешендік өнер бұл үш қасиетке елбасымыз өзінің айтқан әрбір сөзінде де бір үлкен астар жатыр. Оны жаңағы әрбір жыл сайын бізге жолдау беріп отырады. Ертең мен жаңа Астана опера театрында сөз сөйлеп құттықтап, сол жерде ендігі жылғы жолдауды жариялайын деп отырмын. Асылым, ардағым, ана тілім, уатсаптың пайдасы мен зияны. Қайсы тақырыпты сөйлей аласыздар? Өздеріңіз ой қозғап көріңіздер. Қазіргі заманда шешендік өнер қажет деп ойлаймын. Өйткені тіл тас жармаса бас жарады деп қазақтың мақал-мәтелдері бекерден бекер айтылмаған. Немесе өнер алды қызыл тіл дегендей. Шешендік өнер бізге ұрпақтан ұрпаққа ата-бабаларымыздан таралып келе жатқан өнеріміздің бір түрі. Суырып салма ақындар, көсемдер, жыраулар шешендік сөздерді тиімді өз орнымен айтқан, кейбір жерлерде дау-дамайды, дауларды шешкен. Мұғалім, қолымдағы ақ кальций сывойыш маған аппақ көбелектей көрініп, ұстағым келіп қызығып кеттім. Кальций сывойыш ол бұр. Кальций сывойыш бұр. Ары қарай. Құрамында натрий хлор жоқ болғандықтан не ішіп, не қойғанымыздың сезіне алмадық. Ол тұз. Хлор дейміз, тұз. Жақсы. Тұрайын. Ары қарай. Келесі сөйлем. Купрон тиындар тарихтың қоржынынан түскен таңғажайыптар. Мыс. Жерде тарихта білесіздер, күміс, мыс тиындар болды. Солай ма? Ары қарай. Келесі соңғы сөйлем. Саған ғани. Кім айтады? Изабек. Апа айтайын. Досқан. Гидрогениум бағаны жылылық деңгейін көрсетуде. Гидрогениум сынап. Гидрогениум сынап екен.
Жақсы, химиядан өздеріңіздің қаншалықты білімді екендеріңізді, жақсы екендіктеріңізді көрсете білдіңіздер. Ары қарай енді жалпы сөйлеу тілді көркем ететін мынадай тәсілдер бар, оны сіздер білесіздер. Алдыңғы сабақтарда оқыдыңыздар. Тұрақ сөз тіркестері, мақал мәтел, эпитет, теңеу, метафора, метонимия, амоним, синоним, антоним сияқты. Бұның ішінен жалпы тұрақ сөз тіркестері дегеніміз не? Ал кім айтады? Тұрақты сөз тіркесі дегеніміз бірнеше сөз бір мағынаны білдіреді. Тіркестіктері бір мағына береді. Мысал келтірсек, көз бен қастың арасы жылдам тез. қас пен көздің арасында тез. Сосын тағы құдырау. Тағы кім қандай мысал келтіреді? аяқ тастаған жер өте жақын жер деген мағынаны білдіреді. Тағы кім біледі? Көзді ашып жұмғанша. Қасқағым сәтті дейді. Аузына қақпақ болу. Аузы Бит өлген жер. өте алыс жер деген мағынаны. Өте алыс, тым алыс деген жер. Аха. Қол бастау оңай, артынан ерген елің болса, жол бастау қиын емес. Көк найзалы ерің болса, сөз бастау қиын. Тауып айтсаң, мереке қылады, таппай айтсаң келеке қылады. Келеке қылады. Жерден ауыр не, судан терең не, оттан ыстық не, көктен биік не? Айта ғой Ержан. Жерден ауыр дегенім ақыл білім, судан терең дегенім оқу ғылым, көктен биік деген, оттан ыстық деген фәни жалған, көктен биік деген тәкап көңіл. Жақсы. Енді ендеше мынадай шешендік сөзді тыңдап көрейік. Түсінгенімізді айтамыз, е? Қиын мен оңай. Тұрмыс тіршіліктің әр және әңгіме болған топ жиында біреу отырып, дүниеде не оңай, не қиын деген екен. Біреулер анау оңай десе, енді біреулер мынау қиын деп, жұрт белгілі бір шешімге келе алмай керілдесіп қалыпты. Бияға, біз сізге сәлем беріп, өзімізді сынатуға келдік. Олай болса, менің сұрақтарыма жауап беріңдер. Тәттіден не тәтті, қаттыдан не қатты, жұмсақтан не жұмсақ? Бияға, ол сұрауыңызға мен жауап берейін. Қаттыдан тас қатты, жұмсақтан мамық жұмсақ, тәттіден бал тәтті. Ай, балам, таппадың. Ал енді сен жауап берші. Бияға, мен өзімнің жауабымды айтатын болсам, тәттіден ананың сүті тәтті, қаттыдан ананың жүрегі қатты, жұмсақтан ананың алақаны жұмсақ. Өзім бір болайын деп тұрған бала екенсің, жарайсың, мұратына жет, қатарының алды бол. Жарайды, жақсы, керемет. Қол соғып қойып. Іздеп келер інім бар болса, бақытым барын содан біл. Аңсап келер ағам бар болса, аруағым барын содан біл. Аларды біліп бермегеннен без, ел жұрттан қашып бермегеннен без, үйіне қонақ қонбағаннан без, көптің айтқаннан болмағаннан без, жаңбыр жаумаса жер жетім, басшы болмаса ел жетім, оқпаса айтқан сөз жетім, атын жақсы болса, ер жігіттің пырағы, балан жақсы болса, жан мен тәннің шырағы, әйелің жақсы болса, бірінші иманын, екінші жиған, үшінші ырысының тұрағы. Ой, бағалап жіберейін. Ержан 5, Елизавет 5, Бекзат 4, Мұхамеджан 5, Алмат 5, Досхан 5, Сағынғали 5, Абат 5, Орынбек 4.